Эдгар Аллан По. Тірідей жерленгендер. 3 бөлім. Бір артиллерия офицері бойы еңгезердей, денсаулығы керемет, мықты адам асау құлап басы жарылады да сол заманда есінен танып қалады. Бас сүйегінің жарылғаны байқалады. Бірақ дәрігерлер қатерлі деп санамайды. Бас сүйекке жасалған операция сәтті өтеді. Науқастан қан алады. Басқа да ем-дом қолданылады. Бірақ ауру бірте-бірте меңдей береді. Ақыры оның демі біткен сияқты болып көрінеді. Күн ыстық болып тұрған соң, оны тымасығыз түрде көпшілікке арналған зиратқа апарып қояды. Жерлеу бейсенбі күні болады. Жексенбі күні жұрт әдетіндегінше бейіт басына барады. Түс кезінде бір шаруа офицер жерленген бейіт жанына аялдап, сәл демалуға ұйғарады. Кенет өлік көрден тұрғысы келгендей, мола үстіне үйілген топырақтың қозғалғанын сезгенін айтып, айналасына жиналған жұртты қатты дүрліктіреді. Алғашында оның айтқанына жұрт онша сене қоймайды. Әйтсе де шаруаның жүзіндегі үрей мен оның өз сөзінің әділдігіне айналып анталаған жұртты иландыруға деген шүбәсіз сенімі ақыры жиналғандарға әсер етеді. Бәрі қолдарына күрек алып, солайға қарай жүгіреді. Тіпті айтар ауызға ұят. Таяз қазылған моланы олар лезде ашылады. Сол кезде көрден қылтиып офицердің төбесі көрінеді. Сөйтсе, ол ауыр азаппен қақпағын зорға ашқан табыттың ішінде бүкшиіп отыр екен. Сырт қараған адамға ол жаны жоқ сияқты. Оны дереу сол жақын маңдағы ауруханаға апарады. Сөйтсе, ол тірі екен. Бірақ тұншығып есінен танып қалса керек. Бірнеше сағаттан кейін есі кіріп, байырғы таныстарын танитын болады. Оқта-текте сөзден шатасса да, көрде жатқан ауыр азабын баяндап беруден жаңылмайды. Айтуына қарағанда жерленген соң ол да 1 сағаттан артық уақыт есі кіресілі шығасылы болып жатады да, содан кейін мүлде есінен айырылады. Мола асығыс көмілді де, үйілген топырақтың астындағы қуыс-қуыстан азды-көпті ауа қалады. Үстінен топырлаған адамдардың аяқ тықырын естіп, жұрттың көңілін өзіне аударуға әрекет жасайды. Оның айтқанында қабір басындағы абыр-сабыр дабыр шу оны қатты ұйқыдан оятып жібереді. Бірақ оянған бойда өзінің шарасыз екенін бірден түсінеді. Хабарға қарағанда, науқастың беті бері қарап, тіпті аяға бастаған кезде алаяқтардың кінәсінен медициналық тәжірибенің құрбанына ұшырайды. Олар гальванациялық батареяны қолданады да тоқтың әсерімен қозғап дерттің салдарынан қайтыс болады.